Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Зылпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басып, видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бүгінгі сіздермен 7 сынып химия 1 тоқсан БЖБ 2 жауаптарының тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Тақырып заттардың агрегаттық күйлерінің өзгеруі бөлімі бойынша. Енді бірінші тапсырмаға тоқталатын болсақ, төмендегі мысалдарды физикалық және химиялық құбылыстарға жіктеп, олардың белгілерін анықтаңыз деген. 4 қатарға бөліп аламыз. Біріншісі физикалық құбылыс, екіншісі физикалық құбылыстың белгісі, үшіншісі химиялық құбылыс, төртіншісі химиялық құбылыстың белгісі. Яғни осы 4 қатарға жіктеп жазатын боламыз. Біріншісі бұлттың түзілуі, сұйық газ болады. Химиялық құбылысқа ағаштың жануы, белгісіне күйе жылу. Екінші физикалық құбылысқа қыраудың басуы, физикалық құбылыстың белгісіне сұйық қатты. Химиялық құбылысқа айранның ашуы, құбылыстың белгісіне құрамы өзгереді. Физикалық құбылыстың соңғысы, яғни қорғасынның балқуы. Физикалық құбылыстың белгісі ол қатты сұйық. Химиялық құбылыс жаңағы шаштың ағаруы, яғни құрамы өзгереді. Айран ашыған кезде де құрамы өзгереді. Соңғысы химиялық құбылыстың темірдің тот басуы. Химиялық құбылыстың белгісі темір OH3 түзіледі. Енді екінші тапсырмаға тоқталатын болсақ, екінші тапсырмада бізде сурет берілген, сол суреттегі заттарды анықтап жауап жазатын боламыз. А суретіне қарайтын болсақ, газ болады, А суретте сұйық, Б суретте қатты болады. Яғни жауап газ бөлшектері бір-бірінен алшақ орналасады. Енді үшінші тапсырма бар. Үшінші тапсырмада бізде А, Б, С үшеуден тұрады. Бұның С-сы температура төмендегенде бөлшектер қозғалысы азаяды. Қазір осы үшінші тапсырманың А және Б-сын қарастыратын боламыз. Бұл жерде бірнеше градустар берілген. Яғни төмендегі ақпаратты қолданып, нафталиннің салқындау қисығының графигін салыңыз деген. Мына жерде сіздерге график берілген. Сол графикке біз жаңағы нафталиннің салқындау қисығын сызатын боламыз. Енді бұл жерде температураларды және уақытты белгілеп аламыз. 6 минутқа дейін берілген, 80, 17, 66. Біз енді ар жағын арғы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Яғни бұл бірінші градуста жаңағы 20, 40, 60, 80, 100 деп алып аламыз температураны, ал минутта 4, 8, 12, 16, 20 деп алып аламыз. Яғни қиылысуын анықтап, нүктелермен белгілеп аламыз. Енді бізде Б тапсырмасында қисық графигінде салқындау және кристалдану үдерістерінің бөліктерін белгілеңіз деген. Бұл жерде А бізде кристалдану болып саналады, ал В есе салқындау болып саналады. Енді С-да бізде салқындау және кристалдану үдерістерінің бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз деген. Температура төмендегенде бөлшектер қозғалысы бізде азаятын болады. Осымен біздің жаңағы 7 сынып БЖБ 2 тапсырмалар аяқталды. Видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады.